Мұса пайғамбар қиссасы. Мұса пайғамбар дүниеге келерде оның елі Мысырда құлдықта болатын. Бір күні Фирғауын қорқынышты түс көреді. Түсінде бір жалын жер дүниені шарпып келіп Фирғауынның үйін өртеп жібереді. Фирғауын шошып оянып, көрген түсін бақсы балгерлерге жорытты. Балшы: «Ей патшам, Мысырда биыл бір ер бала дүниеге келеді. Ол сені тақтан төңкеріп, патшалығыңды да опат етеді» деді. Зәресі ұшқан Фирғауын жаңа туған балаларды өлтіруге әмір етті. Бұл кезде Ымыранның әйелі Лаухада жүктеді. Лауха босана салысымен ұлын емізді де сандыққа салып дарияға ағызып жіберді. Нілде қалқып жүрген сандықты Фирғауынның әйелі тауып алды. Қараса, ішінде нәресте жатыр. Баланың қылығы тәтті екен, түрі де сүйкімді. Оны көрген әйел адамның аналық махаббаты оянып сала беретін. Фирғауынның әйелі Әсияның осы балаға жүрегі байланды. Оны қимай сарайда жасырын бақты. Осылайша Фирғауын қанша сақтық қылса да, оны жоятын бала патша тағының дәл қасында өсті. Шебер Алла Мұсаны Фирғауынның сақалының астында тәрбиелеген деген сөз содан қалыпты. Әсия бөпені емізетін сүт ана іздеді. Көп әйелдің емшегінен бір тамшы сүт тамбады. Тек Мұсаның туған анасы Лауханың ғана омырауы езіліп, сүт ана болып орналасты. Осылай баласы мен анасы сарайда қайта табысты. Бала жасына қарамастан өте зерек, өте ширақ екен. Бір күні сәбиді Фирғауын көріп қойды. Одан қауіптеніп өлтірмекші болды. Алайда әйелі ара түсіп: «Патша ем, шақалақ бөпе дұшпандықты біле ме? Егер одан қауіптенсең, сынап көрейік» деп бір табаққа алма, екінші табаққа көмірдің тотығын салып әкелді. Әсия: «Бала шынымен зерек болса шоқты емес алманы алады, ақымақ болса шоқты ұстап күйеді, зерек болса өлтір» деді. Бала алмаға қарай еңбектей жөнелді. Алманы алмақ боп қолын соза бергенде Жебірейіл періште ұшып келіп, оның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Бала кілт тоқтап, шоқты көсіп алып, аузына салып жіберді. Тілі күйіп, шар ете қалды. «Өлер жерін білмейтін ақымақ бала екен, ақылды бала алманы алса керек» деді Әсия. Фирғауынның қаупі сейіліп, көңілі орнына түсті. Мұса мығым денелі ірі жігіт боп ержетті. Бір күні ол құлдарды қамшымен сабап жүрген салықшымен ерегісіп қалды. Екеуі төбелесіп, оны өлтіріп қойды. Мұса жазадан қашып Мәдина жаққа бой тасалады. Жолай бір құдық басында қой суара алмай тұрған екі қызды көрді. Бұлар Шұғайып пайғамбардың қыздары еді. Мұса оларға жәрдемдесіп қойларын суғарды. Шұғайып пайғамбар Мұсаны танып, оған қошемет көрсетті. «Қаласаң қызымның біреуін саған некелеп қосайын. Соның қалыңмалы ретінде маған 10 жыл қызмет ет, саған батамды берер едім» деді Шұғайып. Мұса келісті. Уағдалы мерзім өткен соң Мұса кетуге рұқсат сұрады. Шұғайып бірден жібергісі келмеді. Мұса тағы да 2 жыл қой бақты. Содан кейін ғана жұбайы Сапураны алып еліне қарай жол тартты. Бір күні Тур тауына жеткенде оған пайғамбарлық қонды. Осыдан кейін Мұса қасына туысқаны Харунды ертіп Фирғауынға келді. Оған Алланың көмегімен көптеген мұғжизалар көрсетті. Бірақ Фирғауын Құдайды мойындамай қасарысып отырып алды. Соның кесірінен Мысыр халқы көп бәлеге душар болды. Жаңбыр жаумай, қуаңшылық басталды. Елді аштық жайлады. Бақа шаян қаптап аспаннан шегіртке жауды. Мұса пайғамбар Мысыр шаһарында 20 жыл уақыт толассыз насихат айтса да, Фирғауын өзін «мен де Құдаймын» деп қасарысып отыра берді. Хақ тағала Мұса пайғамбарға Мысырдан көшерде Жүсіп пайғамбардың табытын тауып, қауымын түгел жинап, бір түнде бірге көшуге әмір берді. Мұса қаладан Жүсіп пайғамбардың табытын іздеп таба алмады. Сол кезде бір әйел келіп: «Әй Мұса, Жүсіптің табытын мен айтайын, бірақ бір шартым бар» деді. «Қандай?» деп сұрады Мұса. «Алладан тіле, өлген соң жаннатта сенімен көрші болғым келеді» деді. Мұса келісіп Алладан дұға тіледі. Мұса бір түнде қауымын жинап қаладан қашып шықты. Фирғауын әскер алып соңынан қуды. Қызыл теңізге тірелгенде Алла Мұсаға «Асаңмен теңізді ұр» деді. Мұса теңізді ұрған кезде су 2-ге жарылып, барлығы арғы жағаға қарай ұмтылды. Фирғауын бүкіл әскерімен жарты жолға жеткенде теңіз қайта жабылды. Самсаған қол суға батып кетті.
Ұлы Алла перғауынның бүкіл әскерін итбалыққа айналдырып жіберді. Ал перғауын әупілдек деген құсқа айналып кетіпті. Мұса Бәйтал Мұқаддасқа келіп, зират жасап, Тур тауына барып, Алламен тілдеседі. Оған сол үшін Мұса Кәлимолла деген құрметті есім берілген. Ол Алламен сөйлескен деген мағынаны білдіреді. Осы тауда пайғамбарға Алладан Тәурат кітабы түсті. Тәурат кітабы қызыл жақұтпен қапталған еді. Ол 10 бөліктен тұратын. Әр бөлігінде 100 сүре, әр сүресінде 1000 аят болды. Бірақ Тәурат кітабы тым ауыр болғандықтан, оны 100 түйеге теңдеген деген сөз бар. Мұса пайғамбар қолына алғанда ғана кітаптың салмағы жеңілдейтін. Мұса халқын Тәурат кітабымен тәрбиеледі. Мұса мен Қызыр. Мұсаға Алла көп ілім берді. Сансыз мұғжиза нәсіп қылды. Кітап түсіріп дана етті. Рухани ілімнің жарапатынан Мұсаның көңілі шалқыды. Ол бірде: «Уа Алла, сенің ілімі менен асқан құлың бар ма?» деп сұрады. «Әлбетте бар. Парсы мен Ром дариясы тоғысқан жерге барсаң, менің бір Қызыр есімді құлымды табасың. Сен содан сабақ ал», деді. Мұса пайғамбар таң қалып, Қызырды көргісі келді. «Оны қалай табам?» «Дорбаңа бірнеше балық салып ал. Ол балық қай жердің суында тірілсе, сол жерде Қызырмен жолығасың», деді. Мұса жолға шықты. Темір таяғы тебендей, темір етігі теңгедей болғанда, қос дария тоғысқан жерге келді. Балықтар осы жердің суында тіріліп, жүзіп кетеді. Қызырды сол жерде кездестірді. Мұса ішінен: «Мына шалдың менен қай жер артық?» деп ойлады. Сол кезде бір шымшық ұшып келді де, екеуінің ортасына бір тамшы су тамызды. Қызыр жымиып күлді. «Мұса, неге күлдің?» деді. «Жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенді ишаралап тұр», деді. Мұса: «Онда теңіздей біліміңді көрсет, мен шәкірт болып саған ерейін», деді. «Менен ілім үйрену үшін сабыр керек. Мен кейде ақылға сыймайтын іс жасаймын. Сол кезде тағат қылып ақырын күт. Артық сұрақ берме. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тамам», деді. Мұса келісті. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен. Одан ақы алмады. Біраз жүргеннен кейін Қызыр қолына балта алып кеменің түбін тесті. Кеме қисайып, жүзуі нашарлады. Мұса шыдамай: «Ақы алмаған жақсы адамға неге қастық қылдың? Мұның не?» деді. «Ештеме сұрамаймын деген уәдең қайда?» деді Қызыр. Мұса уәдесін ұмытқаны үшін кешірім сұрады. Кеме әзер дегенде жағаға жетіп, бұлар түсіп қалды. Кеме қайта жүзуге жарамай, қайраңда қалып қойды. Сапар жалғаса берді. Бір ауылға келгенде ойнап жүрген бір топ балаға кездесті. Қызыр ойланып жатпастан, әлгі балалардың біреуіне у беріп өлтірді. Мұса ашуланып: «Бейкүнә баланы неге өлтірдің? Ол саған не жазды?» деді. «Уәде қайда, Мұса?» деді Қызыр екінші рет. «Енді сұрамаймын», деп Мұса кешірім сұрады. Сапар қайта жалғасты. Жүре-жүре бір ауылдың үстінен түсті. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмады. Екеуі шарасыз кетіп бара жатып, қабырғасы құлайын деп тұрған қораның жанына кеп тоқтады. Қызыр қораның қабырғасын түзеп қалпына келтірді. Мұса: «Бұл ауыл бізді не қондырмады, не дұрыстап сыйламады, ал сен бөтеннің қорасын жөндеп жатырсың. Не үшін?» деп ренжіді. Мұса уәдесін 3-ші рет бұзған соң Қызыр оған: «Мұса, осымен сапар да, сабақ та тамам. Бұдан артық сені ертіп жүре алмаспын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын надан екенсің», деді. Надансың дегенге Мұса шамданып қалды. Қызыр сөзін әрі жалғап: «Енді бәрінің сырын баяндайын. Әуелі кемені қиратқаным, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып кеме жинап жатты. Енді жандайшаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібін жалғастырады. Екінші, өлген баланың әке-шешесі момын адамдар. Ал бала бұзақы болып өсіп келе жатты. Ол ер жеткен соң ата-анасын, ауыл аймағын қан қақсататын қаныпезер болмақ еді. Алла тағала момындарды аяп, баланы маған өлтіртті. Үшінші, бұзылған қораны жөндегенім, ол аулада 2 жетім бала өсіп келе жатыр. Қабырғаның астында балаларға аталары мирасқа қалдырған алтын күміс көмулі жатыр. Қабырға құласа, қазына шашылады. Ел жұрт таласып, жетімнің ақысын бермей кетеді.
Алла жетімдердің мирасын өздеріне сақтауға әмір берді. 2 бала ер жеткенше қабырғаны құламайтын етіп жөндедім. Мен осы істің бәрін Алланың қалауымен ғана жасадым, деді. Бұл істердің сырын енді түсінген Мұса көңілі өсіп, өзін асқан білімдар санап, Алла алдында айыпты болғанын ұғады. Қоштасар сәтте Қызырға ізет көрсетіп, «Іліміңіз шынымен артық екен, маған ақыл беріңіз», деп қолқа салды. Сонда Қызыр: «Бірінші, шексіз ілім Аллада ғана болады. Екіншіден, кісіні киіміне қарап қорсынба. Үшінші, ақылың ашуыңа шолғыншы болсын. Төртінші, әр істің соңын бір Алла ғана біледі. Алдын ала кесіп, пішіп, асығыс пәтуа айтудан сақтан», деді. Осыдан бастап ел арасында Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді деген сөз қалыпты. Алла жіберетін бәленің ең жаманы. Мұса пайғамбардың қауымы надандықпен күнәлі істерді көп жасап, Алланың алдында айыпты болады. Алла тағала оларға наразы болып, Мұсаға: «Әй Мұса, қауымыңа ескерт, 3 түрлі бәле жіберемін, біреуін таңдасын. Біріншісі зұлмат ашаршылық, екіншісі індет, үшіншісі елдің ынтымағын жойып, бір-бірімен алауыз қыламын. Біреуін таңдап 3 күннен соң жауабын беріңдер», деді. Мұса еліне келіп Алланың қаралы хабарын жеткізеді. Ел жұрт мұнаны естігенде төбелерінен жай түскендей болды. Ақсақалдар жиналып кеңес құрды. Есеңгіреп қалған ақсақалдар алғашында алауыздықты таңдады. Құдай ашаршылық пен емі жоқ аурудан сақтасын деп шуласты. Сол кезде бір абыз: «Алла ашаршылық жіберсе, бәріміз қырылып қалмаспыз. Талқаны таусылғандар тағдырын Аллаға тапсырсын. Тірі қалғанның тұқымы тірілер, орнында бар оңалар. Індет жіберсе де, Алла барлығымызды түгел қырмайтын сыңайлы. Бәрібір қарттардың бәрі өледі, жастардың ажалдысы өледі. Алауыз болсақ, бәледен көз ашпаймыз. Отбасы ала болса, кереге басы сайын бір бәле деген. Ел іші ала болса, жау шаппай-ақ, дауыл тұрмай-ақ құримыз. Жиған малың ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Ұлымыз құл болар, қызымыз күң болар. Санымыз аз болсақ та саз болып, жұмылған жұдырықтай бір ауыздан Алла қалаған 2 апаттың бірін қарсы алып түзейік. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекең кетсе нең қалар», деп тоқтау салды. Сонда ғана ақсақалдар ес жинап, осы байламға тоқтапты. Мұса қауымының таңдауын Аллаға жеткізді. Ұлы Алла қауымың дұрыс таңдау жасады. Елдің бірлігі мен ынтымағын таңдағаны үшін мен оларды кешірдім. Енді ешқандай апат жібермеймін, деді. Осыдан бастап халық арасында елдің ынтымағын ойламаған адам Алланы бір деп танымайды деген тәмсіл сөз қалыпты. Халық Алланың бір аты. Мұса пайғамбарға бірде-бір балаға зар болған ерлі зайыптылар келіп, Құдайдан бала сұратады. Тәңірі тағала: «Бала беремін, бірақ сәбиге 1 айлық ғана ғұмыр жазам», деді. Олар: «Жарайды Мұса, Аллаға айт, бізге ғұмыры аз болса да бала қызығын берсін, қуба сатанғаннан осы жақсы», деді. Ұзамай екеуі ұлды болды. Қартайғанда көрген қызығы ғой деп, айналадағы көрші құлан, ағайын туыс, дос жаран бәрі жиналып құтты болсын айтып, тілектерін білдірді. Олар ішкі мұңын сездірмей қой сойып тойлады. Келген қонақтар: «Бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, көп жасасын, елдің мақтанышы болсын, ауру сырқау бәле жаладан Алла өзі сақтасын», деп тілек айтты. 1 айдан соң Шетнейді деген бөбек жастан асып, сүйкімді сәбиге айналды. Ата-анасы бұл хикметті түсінбей таң қалды. Олар бір күні Мұсадан осының сырын сұрағанда, ол да таң қалып: «Я Алла, сен 2 сөйлемейтін едің ғой, бұл қалай?» деді. Ұлы Алла: «Я, мен оның жанын 1 айдан соң алуға тиіс едім. Бірақ жиналған халық оған шын жүректен ұзақ ғұмыр тіледі. Менің бір атым халық емес пе? Өзімнің бір сипатым болып тұрған халықтың игі тілегін қалайша қабыл алмаймын? Бұл менің ұлықтығыма жараспайды. Көп дұғасы қабыл болды», деді. Содан бастап көптің батасын, тілегін алу дәстүрге еніпті. Ең сорлы мақлұқ. Күндердің күнінде Мұса пайғамбардың көңілі өсіп, Алланың менен де өткен сүйікті құлы бар ма екен деп ойлайды. Сол сәтте ұлы Алла оны сынаққа алып: «Әй Мұса, 1 ай уақыт беремін. Маған дүниедегі ең нашар, ең сорлы, ең мүсәпір, ең бейшара мақлұқты тауып әкел», деп бұйырды. Мұса дала мен қаланы кезіп қаңғып кетті.
Оған жолда аяқ қолы жоқ мүгедектер де, қаріп қасірлер де, ұры қарылар да, жарлы жақыбайлар да, жезөкше әйелдер де кездесті. Бірақ оларды ең сорлы мақұлық деп тануға батылы бармады. Бір күні Мұса көлеңкеде дамылдап отырып, үсті басын бит бүрге басқан, терісі қотырланып, жүні түсіп қалған, түрі ұсқынсыз бір кәнден иттің жуынды жеп жатқанын көрді. Алланың ең сорлы мақұлығы осы болар деп итті ұстап алып, мойнына жіп тағып, Тур тауына қарай жетектей жөнелді. Орта жолда Мұса, кім білсін, ұлы Алланың алдында мұның да қадірі бар шығар. Алла тағаланың оны нендей хикметпен жаратқанын мен қайдан білемін? Құдайдың алдында оның менен артық боп кетуі де ғажап емес, деді де итті босатып жіберді. Ұлы Алла, я Мұса, менің тапсырмам не болды, таптың ба? Деп сұрады. Өзімнен сорлы ешкімді таба алмадым, деді. Сол кезде ұлы Алла, құлым, сені менің пазылым сақтады. Егер орта жолда қотыр итті босатпай алдыма әкелгеніңде, пайғамбарлықты алар едім. Онымен қоймай, өзіңді қотыр итке айналдырып қорқылар едім. Енді пайғамбарлық міндетіңді жалғастыра бер деп риза болыпты. Осы оқиғадан кейін Мұса кәлимолла өзін өзгеден артық санайтын жаман әдеттен тыйылыпты. Тас құлақ, ақпа құлақ, құйма құлақ. Мұса кәлимолла жолда 3 адамның бас сүйегін көреді. Ол бірінші бас сүйектің құлағын асасымен нұқиды. Аса таяғы құлақ шекеден кіріп сүйектің арғы басынан бір-ақ шығады. Мұса бас сүйекті тастай салады. Екінші бастың құлағына асасы мүлде кірмей қояды. Мұса оны да тастайды. Үшіншісін түрткенде таяғы құлақ шекеден өтіп, бас сүйектің қақ ортасында тұрып қалады. Әрі-бері жылжымайды. Мұса сол басты ғана арулап жерлейді. Қасындағы серіктері, тақсыр, бұл не хикмет? Неге біреуін ғана жерледіңіз? Деп сұрады. Мұса, біріншісі тірісінде ақпа құлақ болыпты. Нақыл сөздер бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып кететін ақылсыз ақмақтың өзі екен. Өзіне де өзгеге де соқыр тиын пайда келтірмеген. Сосын оны алмадым. Екінші бастың иесі тас құлақ топас, жөн сөз ұқпайтын қырсық, ақылды сөзді құлағына ілмегендіктен айналасына көп зиян тигізген. Оны да тастадым. Үшінші бастың иесі құйма құлақ ақылды екен. Ол қоғамға көп пайдасын тигізген. Өсиет сөзді көңіліне тоқып, айналасына үлгі шашқан. Аллаға қылығы жаққан. Мен сол үшін оны құрметтеп, бас сүйегін арулап жерледім, депті.